Сол кезде бір ағам келді де просто осылай ни с того ни с сего қасымызда отырды да: "Жәке, қалайсың, жақсысың ба бауырым?" Осылай. Кстати, мә, ключи у тебя квартира есть дейді. Біз екеуміз, досымыз екеуміз обедке шақырғанбыз ғой бір ағамызды просто әңгімелесуге. "Мә, үйің бар сенің" деді. Екеуміз бір-бірімізге қараймыз, шокпыз. Серьезно деп, еще андай да, қай жерде деп сұрай алмайсың, район қандай, просто шоксың да. Серьезно ма аға? Сен, я удостоверение жібере қойшы маған. Мен ананы сен документтерін дайындай берейін дейді. Шығып кетті. Мен досыма айтамын ғой: "Я родной, удостоверение жіберейін бе?" Бұл жібер дейді. Мен айтамын: "Мен ұят қой" деймін да. Бірімізге ағам қайтадан жазады: жіберші удостоверениеңді" дейді. Сосын жіберемін ғой удостоверение. Документін жібереді, районын жібереді, екеуміз барамыз, қараймыз. Сөйтіп, қазір Аллаға шүкір айтып тұрмын ғой, Алламен қарым-қатынастарыңызды түзесеңіздер, бүкіл қиыншылықтан шығып кетесіздер.